Біздің алғашқы подкаст, да? Бүгін Белбу подкаст түсірейік дедік, потому что айтатын нәрсе көп. Айтып жүрген нәрсе көп. Иә, соның барлығын көп адам пайдалы болады деймін, потому что көп деген, яғни көп таралған, кең таралған проблемалар, үйдегі балдар, айналамыздағы продюсерлер, кәсіпкерлер, бүкіл өтетін проблемалар. И бірінші негізгі оңай тақырып десек те болады, кіріспес ретінде андай моменттер болады ғой, вообще сенде бола ма сондай моменттер? Бір кезде сен прям шабыттанып тұрасың, да? Шабыттанып тұрасың, бәрін істеген келіп тұрады, ол примерно 2 күнге созылуы мүмкін. Потом бір кезде андай болып қалады, дым істеген келмей қалады, сен оның алдында күшті глобальный планың бар, анауың бар, мынау мақсаттарың бар, и ол саған как будто бы мағынасы сияқты болып қалады, ол бір, одан кейін энергия кетіп қалады, да? И тұрасың да өзіңді бір трәк беретін сезініп қаласың. Сол кезде не істейсің? Ол кез нормально ма? Ол вообще не үшін ондай нәрселер болады деп ойлайсың өзің? Егер болса сенде момент ондай бар. Ондай моменттер по идее бәрінде болады деп ойлаймын. Негізі андай да, лично менің мнением бойынша адам қай кезде депрессияға түседі, когда жасап жатқан нәрсесіне ожидание қойған кезде. Ал бізде в основном адамды сломать ететін нәрсе, сындырып тастайтын нәрсе ожидание ғой. Реальность ожидание ма? Реальность ожидание. Бір нәрсеге қатты қойып алады фокусты, типа ол ойлағандай болады деп қойып алады. И соответственно ол ойлағандай болмай қалған кезде сразу как будто депрессия пайда болады. Не үшін ода депрессия пайда болады? Потому что ол бір нәрсеге ожидание қойды ғой. Ал ол ойлағандай болмай қалды да. И келесі шаг көрінбейді оған. Дальше не істеймін деп. Не істеймін дейтін, в общем, сондай сұрақ болады өзінде, дальше не істеймін деген сияқты. И ода, скорее всего, депрессия пайда болады. Ал депрессия это временное явление негізі. Андай бар ғой, еще, допустим, осыған қайшы келетіндер болады қазір, визуализация ше деген идеялар бар да? Соған қарсы не айтасың ше? Типа, елестетіңдер, сонда бір кайфанете, сол болады, сен жақындайды деген сияқты нәрселер ше. Осыған қатысты, мысалға, опыға қатысты, менде тоже отдел продаж, да? Отдел продаж. Отдел продажға мен иногда сабақ өткен кезде айтамын да, сендер ожидание қоймаңдар деймін. Олар андай максимально, когда сабақ өткеннен кейін андай максимальный оларда не болады, типа, все, бір нит ұстап алады да, типа, үйретесің сен, мынау арқылы продажаға кіресің деген моментте ол сол нит ұстап алады да, и ойлайды, осы арқылы пытырлатып сата беремін деп. И бұл жерде жаңа сен айтқан әдемі вопрос негізі, мен оларға айтамын да, сенім мен ожидание шатастырмаңдар. Сенім, ожидание. Иә, олар айтады, мен қалай ожидание қоймаймын, мен сеніп тұруым керек қой дейді да. Мен айтамын, ол сенгенің дұрыс по идее, сен сенуің керек, бірақ андай да, сен результатқа ожидание қоймауың керек. Сен процесске сенуің керек, бірақ то, что сенің істеп жатқаның дұрыс, сен адамға көмектесейін деп жатсың, скорее всего, в конце көмектесе аласың. Яғни оны бір нәтижеге жеткізе аласың. А оларда ондай емес та, олар результатқа ожидание қойып алады да, все, мен мынаны айтсам, ол сатып алады. Мәселе, біздің жақсы сөз бар ғой, мәселе не айтасың емес, мәселе қалай айтасың, яғни қалай жеткізесің. Ну, скорее всего, оны жеткізе аласың ба деген сөз ғой, ол сенің ойыңдағы нәрсені ше. Иә. Сонда олар типа мынандай ғой, допустим, сен скрипт қойып бересің, мына скрипт мынау продажа болады дейді да, скрипттің өзінің қалай жұмыс істеп тұрғанын емес, мынамен сатып, в общем, ақша күнде түседі деген идея ма? Иә, ожидание, бүкіл фокусын бәрін жаңағы скриптқа қойып алады, ол скрипт арқылы сатсам болды. Яғни бір сөзбен айтқанда результатқа қойып алады ғой. А оны скрипт изучать ету, скрипт үйрену, яғни оны қалай жеткізу. Оны под себя өзгерту деген идеялар ғой. Анылға біз любой нәрсе басымызда жарылып тұрады ғой, мынаны істесем болды, взрыв болады деші. Это, былай бір сөзбен айтқанда қазақтардың орысша сөйлеуінде мысалы. Сен орысша ішіңде сайрап тұрасың ғой, ал бүйтіп барып сөйлейтін кезде тілің байланып айтатын сөздерің айта алмай қаласың да. И ожидание. Иә, вот аналар сол жағын учитывать етпейді да адамдар, когда ожидание қойған кезде. Ол ойламайды, мен басымда қалай орысша сөйлеп тұрмын, мен даусым шашылып солай да орысша сөйлеймін деген сияқты тема да. Ал если, мен ойлаймын да, если ол сеніп тұрса, то что оның орысша түсіндіре алатынына, әдемі айтатынына емес, орысша түсіндіре алатынына сеніп тұрса, скорее всего, онда мықты ожидание болмайды, но анаған жеткізе алатынын біліп тұрады. Например, орысша айтып, мен оған жеткіземін. Самое главное, мен ойымды оған жеткіземін. Андай емес, менің комплекстарым бар, менің акцентім бар деген фокус қойса, ол наоборот қабаттасып фокус, иә. Фокус, вот жаман. Ну, қалай айтады, ана кім еді? Уоррен Баффет пен Билл Гейтсқа не қылған кезде. Бірдей сұрақ қойған кезде ғой. Иә, бір сұрақ қояды ғой екеуіне. Бизнесмендердің ең мықты қабілеті қандай деген кезде екеуі бірдей фокус деп жауап береді да. И андай нәрсе да, фокус өте жақсы, но өте жаман да. Смотря сен не нәрсеге фокус қоясың, не проблема. Если сен проблемаға фокус қойып алсаң, ол проблема бітпейді.
а оны решениесіне фокус қойып алсаң спокойно решать етіп тастайсың деген сияқты. Ну былай күшті моментте күшті да, бірақ мынандай кезде сен көрмей қаласың нәрселерді да негізі. Мана депрессия қатты алып кетпейік, иә. Депрессия деген мынандай көрдім да, бүйтеді, допустим, адам егер депрессия, допустим, бәрі күшті болып тұр, и бір кезде сен провал болады да, черная полоса жизни басталады да, сол кезде адамдар автомат не ойлайды, мен қай күнәмді жасап қойдым, мен қай күнәмнің төлеуін деген идея сөйтіп жасайды да, и соған байланысты көбісі сөйтіп, мен күнә жасап қойдым, олар жұмаға барып бастайды. Енді ол өзі әңгіме жоқ, бәрі дұрыс күшті, бірақ содан кейін бір имам ба біреу айтты, Америкада айтады да, адамдар бүйтіп ойлайды дейді, егер депрессия болып кетсе, все, мен Құдай мені Құдайдың қаһары мені быт-шытын шығарып жатыр деп ойлайды да, а по идее дейді да, сен адам болғасын, андай дейді да, сен адам болғасын, Құдай үшін туып ни при чем дейді да. Сен просто сондай моменттесің, сен одан өтесің, ана сабырлығың бар, нең бар да, онымен өтесің. Депрессия үшін андай емес. Мен де сөйтіп кезінде ойлағам, типа ойлайсың ғой, мен алдында бүйткен үшін бүйтіп жүрдім ме деп ойлап қаласың ғой. Мен қай күнәм, өзіңді күнәһар сезініп, тозақ барам ба деп ойланып қуып кетесің. Сондай нәрсе бар да. И ана естігеннен кейін саған облегчение болып қалады да, шынымен де Құдай қарап қойды ғой, мынау күнә жасап бүйтіп қойып бес. Ол жауап болмай қалсын. Иә, система ретінде ол просто сен адамсың, адамда болған сенде депрессия бар, сенде стрессің бар. Да, сонда, допустим, стресс, депрессия деген нәрселер кім ағайды айтты ғой, депрессия деген, стресс деген нәрсе сенің просто организмдағы андай нелердің, яғни химический реакциялардың просто несі. Допустим, сен көп тәтті жейтін болсаң, стресске көп кіресің деген сияқты. Ұйқың қанбай қалса, стресс болады деген сияқты идея бар ғой негізі. Иә, ол сенің 3-4 күн бұрын жеген ана мектеп кезде оқығам, ана биология бірдеңе, анатомия человека ма деген нәрсе бар. Деп айтады да, сен бір кез тұрында прessure шығып кетті, сен ұйқың қанбай қалды, стресс болсын, нервный болсын дейді да. А сен есіңе түсірші, сен кеше емес дейді да, бүгін емес, осыдан бір апта бұрын не жедің деп есіңе түсірші дейді да. И сол кезде қазір сен тесто жегенің бар, мен көп кәмпит жегенім. Айтады да, сенің қазіргі состояниең, сенің бір апта бұрынғы сенің жегенің, ұйқың, соның барлығының просто нәтижесі дейді да. Сосын барып, біз сразу ойлаймыз ғой, бітті. Ана Шумай мырза айтты ғой, қазақтар қандай дейді да, бірдеңе болып қалса сразу Құдайға психологияға таға береді дейді да. И сондай мен тоже сондай болғам. И как депрессия ретінде ана жағы да бар да. Просто кәдімгі сенің, в общем, адамсың ба, сен депрессия, стрессте боласың. Просто содан өтіп кету керек. Ол өтті, иә. Депрессияда андай жаңағы результатқа алып келдім ғой, мен просто андай да айтады, депрессия ол просто адамның миындағы уақытша болатын ғана явление дейді да. И осы жерде самый важный момент, неважно қандай успех, кішігірім бір успехқа жету керек, чтобы сен депрессиядан шыға салу үшін. И ол маленький нәрсе даже. Это даже физическая активностьтің өзі ол қанды айландырады да. И сен типа жүгіресің, бүйтесің, там сен қимылда боласың ғой. Соны сен депрессиядан шығарады дейді. Ал само депрессияның өзі бездействиядан туындады ғой негізі. Сен вообще ешқандай бездействие жасамасаң, как будто сен андай не сияқты боласың. Анау нәрсе бар ғой, сен прям ақшаға қатысты немесе прям важный нәрсе жасап жүрген жоқсың, но күнімен сен бір неде жүргенде айтыршы, қалай деп, ЭБД деп айтады ғой, имитация бурных действий. Әйтеуір бір нәрсе істеп жүресің, сен ол кезде депрессия болмайсың мысалға. А сен когда отырып дым істемей қалсаң, блин, бүгін дым істемедім деген сияқты нәрсе болса, сен автоматом ақырын депрессияға кіре бастайсың. Потому что сен болашағың типа елестете алмай. В общем, андай ғой, депрессия это как нить қой, бір-бірін тарта береді. Анау бағана сен айтқанға байланысты адамдар дейді, бір нәрсе істейді дейді да. И біз айтамыз ғой, когда сен бір нәрсе істеп бастадың ба, если у тебя не получается, значит сенен сұрап жатыр Құдай, ты реально хочешь это или нет деген сияқты. Біз ойлаймыз да, бір нәрсе істейді, жаңағы чуть болмай қала ма, все, Құдай маған айтып жатыр, оказывается, бұл менікі емес. Сразу Құдай айтып жатыр, Құдай іздесін деген сияқты. Самое главное, өзің кінәламайды, но басқаларға кінәлауға, короче. Сен де андай айттың ғой ше, ана нені, дін бар, барлығын қарасам, бүкіл психология, логика керек дедің ғой. Логика, иә. Сол сияқты қарашы, депрессия деген нәрсе, просто қан ұйып қалды деген әңгіме ғой негізі. Қан таппады деген нәрсе ғой негізі. Просто қанды айналдырып жібер, и сенің өмірінде, бізде допустим, үйде көп отырып қалған сайын сен далаға шыққың келеді ғой. Жатқан сайын жата бердің. Иә, жатқанда жата берген келеді, ұйықтаған сайын ұйқың келе береді деген идея. Ал сол жерде шығып кету қиын болады. Просто сен қаның тұрып қалды, қаның ұйып қалды, қан айналым болып жатқан жоқ. Просто соны запускать ету керек болды деген идея да. Любой біз оны неге біз тұрамызда күнә деп ана айқай жатырамыз да. Басқа жақтан іздейді. Анау не сияқты ғой, айтады ғой, жаңағы если машинаның дөңгелегі жарылып тұрса, неважно басқа қай жерін жөндейсің, ол бәрібір жүрмейді деген сияқты тема ғой. Бізде солай ғой, басқа жағын
еще оны барып психологқа апарады, үйтеді, бүйтеді. Осы депрессия байланысты андай екен. Адам, если өз-өзінде қатты анализ жасай берсе, яғни өзіне қатты разбираться ете берсе, это тоже просто так депрессия алып келеді екен. Потому что мен бір терапия болды, мен бір досымда тоже айтып берді. Бүйтіп айтады, вроде менде нормально болды дейді да, но я всегда хотел психологқа барып, короче, ол да біз сияқты особо, ну, психологияны былай біледі, но типа психологқа бару ол туралы қатты не емес та. Иә. Тоже. Типа травма менде жоқ қой деген сияқты. Ондай қатты жоқ. И типа ойлайды, ну, все равно көрейінші, менде травма бар сияқты деген тема да ода. Сөйтіп психологқа барған айтады да, процесінде, яғни терапия кезінде андай вопрос болды да, сен кім ренжітті деген сияқты вопрос болды. Сен сол нәрсені табуың керек дейді да, деп айтты дейді да. И айтады, мен ойланып дейді да, ойланып отырмын. Но менде болған ол травмалар дейді да. Но оларға мен уже разбор жасағам себе, өзім разбор жасап тастағам дейді. Айтады, и бір кезде мен іздей бастадым дейді да. Андай, мен кешіріп тастаған адамдарымды уже іздей бастадым дейді да. Мен не үшін кешіруім керек оны. Мен как будто андай болды дейді да. Мен бұл жерде мен результатқа жету үшін мен біреуге ренжуім керек сияқты болды да. И почему-то мен внутри өзім сол нәрсені іздеп. Бір сөзбен айтқанда, жаралардың бетін тырнай бастадым дейді да. Иә, тырнай кезінде маған, мысалы, әкем ұрысқан болса, мен оларды на самом деле кешіріп тастағанмын, особо маған ренжіш те жоқ, қатты жүрекке ұрмайды дейді да. Бірақ мен почему-то ана ұрғандарын есіме түсіріп жатырмын дейді да, чтобы ана несін алуға дейді да. И в конце айттым дейді, менде ешқандай жаңағы вроде бәрін кешіріп тастағанмын мен. И менде жылайтында немесе шығаратында ешқандай эмоция жоқ. Сен эмоцияң бәрі ішінде ұстап жатсың деп айғайла деп айтты дейді да. Ну, как-то андай не жоқ дейді да менде. Жылайын десем менде ондай эмоция келмейді, мен ешкімге ренжіп тұрғаным жоқ. Айғайлайын десем мен біреуге ренжіп ашуланып тұрған жоқ дейді да, мен бәрін отпускать етіп тастағанмын дейді да. И в конце тұрып мойындады дейді да, саған терапия керек емес екен деп айтты дейді да. И сол момент түсіндім дейді да, если особо қатты менде бір адамда внутри қатты бір травма болмасын, ол біреуге барып шешудің қажеті жоқ екен. Естественно, білмейтін адамға, который іздейтін адамға. Сен просто өз жараңды өзің тырнай бастайды екенсің дейді да. Маған просто дальше жұмыс жасай беру керек екен бұл. Еще дальше андай ғой, типа ол не үшін іздеп тастайды, 20 мың теңге, допустим, 25 мың теңге қойды ғой. Результат алу керек қой. Нәтиже мен бытыш болып жылап шығу керек деген идеяда да. Деген немен кірді. Сондай оймен кірді. На самом деле ол ондай болмай қалды. Анау кешеде, как раз кеше айттық қой, адам өз-өзінде в себе разбираться ету үшін просто сұрақ қою керек екен өзіне. 5-6 сұрақтан ғана. И, соответственно, сен внутри болыңды тауып алады екенсіңдер. Басқасын мен айтып жүрдім ғой, саған өз-өзімен кездесуге қорқамын деп ше. Оказывается, ол мен ғана емес екен да. Адамдардың бәрі қорқады екен өз-өзімен. Андай нәрсе екен да. Былай, сен видео қарап жатасың, и өзің айтасың да, если мен мына видео, ну, типа, TikTok деп айтайыншы, TikTok қарап жатсың, если мен мына нәрсені қазір қарап жатсам, ну, более пайдалы іспен айналсам ғой деген ой келіп жатса, сразу сен ана ойды тезірек жауып тастайсың да, чтобы ана ой емес, мына жаққа көңіліңді, бар көңіліңді аудартушы, либо сен басыңды ауыртпашы деген сияқты ғой. Ну, өзің де в себе разбираться етпес үшін. Избегать етесің ғой. Избегать етесің. Прям қатты избегать етесің. Жатасың бүйтіп, допустим, аниме, да? Мысалы. Аниме қарап отырсың. Жатқаның, сен даже сыртынан өзіңді қарасаң, сен жатсың, по идее, просто так. Картошка с мясом болып жатсың кәдімгі, да? Овощ болып жатсың. Білесің, вообще дұрыс емес екенін үшін. И екінші вариант білесің, неге сен бүйту керексің ғой деп өзіңе айтасың. Айтпаса отырсың ғой, жауап тесің сразу қарап алайын деген сияқты. Даже контенттардың өзі сол ғой, когда біз пайдалы контент шықса сақтап қоясың да, пайдалы емес контент шықса көре бересің ғой. Ми кішкене миға сложности ма, автоматом оландай не береді екен да. Все, мынау маңызды, но бірақ қазір көретін нәрсе емес. И прям солай сияқты ғой, сен вроде дым қарап отқан жоқсың, бірақ ана видеоны көру үшін саған уақыт керек сияқты да, арнайы уақыт керек сияқты. Сол үшін сен сақтап аласың оны. Любой адам YouTube, любой адам Instagram көрсек, ана сохранениялары пайдалы. Даже біздің посттардың өзі айтамыз ғой, мынаны кім сақтап алды деп. Зачем мынаны сақтап алды деп айтасың ғой. Даже лайктан көріп сақтап алған көп болады ғой. Адамда сондай да, на потом деген идея. Көп қалып кетеді на потом деген идея. Ну, былай примерно депрессия несі ашылды деп ойлаймын негізі, да. Қандай. И андай вот депрессия андай емес, қызың ұстап кеткен идея. Ол ондай, басқа тақырып. Андай да, который. Махаббат туралы кетіп қалады. Ол ұзақ 3 сағаттық подкаст болады шығар. В общем, мынандай да, просто бұл жердегі депрессия само по себе болып кеткен сияқты отырады. Вроде сен таңертең нормально болдың да, обедте өз-өзіңмен
быт болып қалдым деген депрессияның түрін айтып жатыр ғой қазір, Да. да? Кейбіреулер обедте оянса, как будто весь день просрал. Иә, сол туралы. Мысалы, менде сондай болды ғой. Обедте оянсам, все, мен ештеңеге үлгермейтін сияқтымын. А соответственно, мен ештеңеге үлгермейтін болғандықтан, все, автоматты депрессия. Ол мен типа болашағыма әсер етеді деген сияқты. Иә. Адам көбінесе болашақ үшін депрессияға барады. Болашақта осындай Тревога. Тревога. Тревога депрессияға алып келеді. Мынау айтады ғой. Ана бір история бар ғой, короче, атпен жолаушы туралы негізі. Ана енді аңыз ғой, типа, ода аттар да сөйлей береді ғой, айтады да. Алдын бәрі тұман болады да. Сол кезде үстіндегі отқан адам, это считай, дұрыс мышление. А ат мы, это кері мышление. Ат айтады да, біздің алдымыз көрмейді вообще. И жүрмей ақ қояйық дейді да. Сол кезде мы айтады да, сен бірінші қадамын көріп тұрсың ба дейді да. Анау ат типа алдымызда дым көрінбейді, алдымыздан бірдеңе шығып қалуы мүмкін, там или может бір жарға келіп қалған құлап кетуіміз мүмкін деген сияқты темалар көп айтады да. И үстінде отқан адам айтады да, сен бір қадамын көріп тұрсың ба алда деп. Иә десе, бол, сол алғашқы қадамын басып жүре бер деген ғой. Бізде солай ғой. Алдын ойлап алады, алдын бәрі тұман. Кеше біз воронка құрған кезде де. Воронка құрып атамыз да, алысқа кетіп қалдық да, бұрна ешқайша салған жоқ. Алысқа кетіп қалып бір жердегі проблеманы таба аласың. Үстіндегі жүрген былай болсашы деп қалап қалдық да. Бұл жасаймыз деп бүкіл жолдың бәрін бүтін жақтырдық та. Ол по идее негізі план, воронка деген нәрсе барлығы басында дәл сол өмірдегі дейді просто. Типа көріп тұрған нәрсені жасай бер. Дальше будет. Ең біздің күшті сөзіміз. Ворвись в драку. Дальше разберешься деген әңгіме негізі. Сол басында мен ол нәрсеге қарсы болдым енді. Негізінен капец мен түсіндім. Анау проблеманың барлығы баста тұрады. И скорее всего сен оны шешуге де тырыспайсың, это во-первых. Во-вторых, сен шеше де алмайсың оны. Мида тұрған нәрсе. Потому что ол нәрсе жоқ та. Ал когда сен темаға кіріп кеттің, сенде проблема пайда болды. Проблема көрініп тұр еще. И там шешуге тырысасың, и скорее всего оны шешіп аласың. Шешілмейтін проблема жоқ деп сол үшін айтады ғой, по идее. Ну, скорее всего, шешіп аласың оны деп. Соответственно, депрессия ол она просто делай просто делай просто деген кітапта тоже әдемі айтылған. Депрессия это просто результат бездействия деп айтады ол жерде. Сен бездействие етасың ба, сен по-любому депрессия. Футбол ойнап жүріп, немесе бокста жүріп, немесе жүгіріп жүріп депрессия жүрген адам жоқ да. Тек қана жатқан адамда депрессия болады. И скорее всего адамдар қазір, особенно жастар мен бізде жаспыз ғой. Просто олар өздері хотят депрессияда жүргенді. Жертва состояниесын. Жертва состояниесын хотят. Если ол жертвада болса, он біреу аяйды, біреу там көмек қолын беруі мүмкін, там күтеді. Андай нәрсенің бәрі содан шығады ғой, қазір баяғысынан біреу кеп не қылып кетсе екен, мысалға бір мықты бір адам мен өзінің проектісіне тартып алса екен, тырыспайды ештеңеге. Ну, сондай бір нәрсе болып қалса екен, в ожидании болып жүреді. А ондай никогда не случится. Поэтому депрессия созыла берет, и в конце концов, әдемі сөз бар ғой. Если не знаешь, что делать, просто что-то делай деген. А то бұл жерде самый главный, бұның мағынасы не? Сен самый главный депрессияға кіріп кетпе дейді да? Болды. Сен депрессияға кіріп кетпесең, болды самый главный. Сол үшін айтады, сол үшін ғана бас істемейтін деп айтпай қояйын енді, андай онша білімі жоқ, айтқан істеп жүрген адамдар результатқа тез жетеді. Потому что олар депрессияға ұшырайтын уақыт болмайды да. Ал білгішсімақтар, которые дохуя білеміз дегендер, олар көп нәрсені басында ойлап алады. Ой, мынамен айналыссам мен көп ақша таппаймын. Ой, мынамен айналыссам мына нәрсе болмайды, мына нәрсе болады. И скорее всего ешқандай нәрсеге жетпейді. Оны білгіштер деген кезде біздің ең бірінші оқыған курсымыз офлайн оқыдық оны. Оқытқан кезде қандай болды? Сол жердегі ұстаз бар да. Ол ұстаз айтып жатыр. Былай жаса. И бүкіл нетіп отыр барлығына да. Сосын біз Енат мырза екеуміз отырық. Біз оны білеміз деп жатыр. Мынаны білеміз. Енді эго бар, көп нәрсе бар енді. Ең бір 3-4 жыл бөлімі да. Елдер просто OLX-қа регистрация жасай алмай жүрді да. И біз бәрін OLX-ың бар, таргетің бар, сайтың бар, бәрі чат-бот бар, бәрін білеміз ғой, айтқан кезде. Ана дым білмейді. Олар даже регистрация білмейді OLX-қа қарапайым. И біз бәрін білеміз ғой. Енді идея болды. В итоге көп тапсырма берді.
бірінші 100 офер жаз, мынаны істе, мынаны істе, мынаны істе деген идеялардың бәрін айтты. Біз ешқайсысын істемедік. Олар бәрін істеді, бәрін істеді. 80% істеген шығар. Бірақ олар бізден көп ақша тапты. Потому что біз бәрін білеміз деп ол бір кетті, бәрін білем деген идея. Бәрін білем деген өлген деген идея болып тұр ғой. Сонымен отырдық. Бірақ кім больше? Олар барахолкеге бар. Біз барахолкеге бармаймыз. Біз лишь бы курсқа барамыз, үйге қайтамыз, болды, сол кайф. Значит, біз бірдеңе бітіріп жүр. А олар барады. Оларда бізге қарағанда іс-әрекет көп болды. Оларда барахолкеге барған автобустағы даже Розбакеге барасың, автобустың өзін ұзақ уақыттың өзі не ғой, пайда әрекет қой, процесс деп отыр. И олар бізден көп больше тапты, даже ауылдан келсін, дым білмесін, бірақ олар в итоге деген кезде олар көп тапты. Просто не үшін? Действие көп болған. Сол идея ғой. Біз білгіштер деген системадан болдық негізі, сондай нәрсені өттік. Кім? Олег Тиньков? Тиньков емес. Черняк? Нет, Т-дан келеді тоже біртүрлі фамилиясы, короче, тоже бизнесмен. Орыс па? Орыс. Сол айтады да, если вы такие умные, почему вы не богатые дейді да? Соны жақсы айтқан сөзі бар да. Бізде қазіргі поколение дейді да, в основном зерттегіш дейді, оқығыш дейді да, оқып көреді, өйтіп көреді, ананы оқып көреді, мынаны оқып көреді. Бірақ андай да, любой бизнес 30% білсең дейді да, все, сен действие ашуға болады уже дейді да. А результат беретін ол, это же не знание дейді да, это же действие дейді да. Поэтому бизнес делает человек действующий и решительные люди дейді. А умников они просто нанимают дейді. Бизнес-масылы реально солай болды ғой. Біз жасап беріп жүрдік. Бір сөзбен айтқанда, біз умныймыз деп жасап беріп жүрдік оларға, да? А на самом деле біз нанимать етіп жүрген кезде екен ғой, былай қарап тұрсаң. Сондай ғой. Біз шынымен сондай болды. Шынымен реально сондай болды. Умный болдық, нанимать етті. А біз мынандай ғой. Біз умник болып өзіміз сезініп жүрдік. Допустим, богатый папаны оқисың, мынаны оқисың, бәрін оқисың, таптады. И оқыған сайын как будто бы действие істеу страшно шамалы да, қорқынышты да. Сен ойлайсың, если тебе страшно, значит, ты еще не готов дейсің да, тағы оқисың. Іздене бересің. И сен просто как бы былай айтқан кезде библиотекадағы адам сияқты болып қаласың да, сен көп нәрсе білесің. Еще депрессияда қатты ауырып кетіп жатыр, айта береміз ба? Жоқ, думаю, депрессия ол и так ашылды ғой негізі қатты. Депрессия ол қатты бүйтіп не қылатын емес та, ол ше. Осы онда соны бітіре салайық мына нәрсені. Депрессия, страх бәрі кіріп кете береді, мне кажется. Оны бөлек күшті ашайық. Мына нәрсемен айтайық. Біреу айтты ғой, андай қолданылмаған білімнің несінше. Марғұлан Сейсенбай ғой. Это білім қолданылмаған білім ол өліп қалған не деп айтты. Үшін айтқан кезде, егер сен білесің, бірақ сен оны қолданбасаң, короче, саған кері әсер етеді, потому что сен білем деген сайын сен көп жасамайсың. Мынау білем ғой. Допустим, бір Инстаграм, допустим, обычный SMM, да? Соны біреу жасап жатыр, сол жаққа көп жатап жатыр, сен тұрасың да, бүйтіп тап жатыр, сен тапшы істе, оны білем ғой, былай фигня ғой, бүйтесің дейді да? Істемейсің. Дым істемейсің. Тағы біреу келеді, сен білгеннің кесірінен сен оны жасамайсың, в итоге ақша жоқ, не жоқ, дым жоқ, сен просто білесің. Деген андай. Егер білімді пайдаланбасаңдар, оны оқымай қойыңдар деген идея да. Сол Марғұлан Сейсенбай соны айтады. Если білім чем көп болған сайын, и скорее всего соны пайдаланбайсың, и қасірет көп болады. Қолданылмаған білім ол просто қасірет алып келеді деп. Ол реально сондай болды ғой. Помнишь, андай біз бәрін білдік, Инстаграм, анау бәрін білдік та, и кейін андай больно болып жүрді ғой. Неге біз бәрін білеміз, бірақ ақша таба алмаймыз да? Неге, типа, сен таргетті білесің, бірақ басқа таргет ол көбірек тауып жүр. А сен, типа, білем деген этот ой, жаман ой, білемін деген эго, действие алып келмейді. Ол просто мен білемін, ана айтады, қойшы, сен білесің ба дейді. Я білемін дейсің да, но сол жерде қалып кете береді білгенің да. Көп нәрсе действие келгенде ясно болады, сен білесің ба, білмейсің ба. Все, онда бірінші подкастымыз 24 минут болыпты. Нормально деп ойлаймын негізі, ең алғашқы как тест ретінде әдемі отырыс болды.
әдейі әңгіме болды. Болса келесі енді жолы қонақтар да көп болады. Иә. Жоқ, пока басымызда айтатын нәрсе көп қой әлі. Айтатын нәрсе көп, иә. Келесі шығарылымды көреміз не болады. Жоқ, бірінші болған кішкене қиындау болады. Иә. Аша алмайсың. Басқаша болады. Сол үшін егер ұнаса, бұл формат ұнаса, төменде комментарий жазыңдар, поддержка жасаңдар, ұнамаса ұнамады деңдер, не қосу керек, не азайту керек деген сияқты идеяларын барын жасаңдар. И желающилар болса, который қозғағысы келетін. Иә, Ойын тема- мазалап жүрген темасы болса деген сияқты бір тема. темаларың болса, тоже тұтсаңдар, допустим, мынаған қалай қарсы не ойлайсыздар деген сияқты. Ну, может, келіп бір жерде жолығып, Ну, может, солармен бірге потом жаза. это, Нет, вообще айтамын да. иә. Может деген ма? Ну, в будущем. А пока, если ойларың болса, жазыңдар, талқылаймыз, ашамыз барынша. Бұл Отырсаңыз. андай ғой, өзіміз сияқты адамдардың ойы да, ана кімдердің ойы емес та, бұл ана Блогерлар. иә, Қуаныш Шонбай, Иә, который иә. бизнесқа кетіп Астана қойғандар емес, да? қарапайым өзіміз сияқты адамдар, Жастардың который арасында өзіміз ойлар. түсінген. Андай ма, допустим, ертең мен осы семьямен осыны асырайын ба деген идеялар ма? Не, Типа ата-анасы сен не бітіріп жүрсің, не бизнес жасап жүрсің, лучше айлыққа кіршейші деген проблемалар ғой, сондай проблема, біздің жастардың проблемасы ғой, үйдегілер тұтымалардың бәрі қарсы секілді. В данный момент оларда болып жатқан проблемалар и те, которые мы могли решить, да? Иә, Если солай сондай болады. өзіміз шешкен болсақ, айтамыз, талқылаймыз, ашамыз. Все онда, рахмет. Жаз. Саған да рахмет. Әдемі болды, күшті болды. Әдемі болды. Дальше. Да. Болады, кеттік.